Маскат авиакомпаниясының дочернийна обзор. Жалпы өзім Sunday Airlines'те бірінші ұшуым рейсім Астана Пхукет. Билетті бар жоғы 60 мың теңгеге алдым. Ұшу ұзақтығы 8 сағат. Билет бағасына бортта тамақ, 20 килограмм багаж және де қолжық кіріп тұр. Ұшақ іші өте кең және орындықтары өте жайлы. Бортта бірінші ұшқаннан кейін сусындары берілді, кейін сэндвич берілді. Жалпы Sunday Airlines'те 4 мезгіл сусын және 3 мезгіл тамақ берілді. Тамақтары өте дәмді, маған ұнады. Бортта тонсаңыз сізге плед беріледі. Ұшқан ұшақ Boeing 767 болды. 8 сағаттық рейстің қалай өтіп кеткенін білмей қалдым. Жалпы стюард және стюардессалар өз жұмыстарын өте жақсы біледі. Сонымен Пхукет әуежайына аман-есен қонып, әуежайдан шығып мен қала орталығына дейін 1000 теңгемен автобуспен бардым. Ал Sunday Airlines'қа келетін болсақ, маған бұл авиакомпания қатты ұнады. Саяхат жайында қызықты видеолар менің парақшамда. Видеоға лайк басып тіркеліп кетіңіз. Рахмет. Келесі авиакомпания Air Asia туралы болады. Видеоны жібермей көріңіз.